Егер Рождество мерекесі мүлде жоғалып кетсе, не болмақ? О, жоқ. Мен енді Сантамен қалай суретке түсем? Ох, достым. Біріншіден, Рождество көптеген елдерде ресми мереке болып табылады. Егер Рождество мерекесі жоғалып кетсе, мереке сүйер жандар қатты ренжитін еді. Екіншіден, Санта мен оның эльфтарының бұғыларына жаңа жұмыс іздеуге тура келуі мүмкін. Үшіншіден, балалар Рождествоны сүйікті сыйлықтарын алу үшін тағатсыздана күтеді. Егер бұл мереке мүлде болмаса, ата-аналарға балаларын көңілдендіру қиынға соғар еді. Төртіншіден, Рождество кезінде адамдар шопингпен белсенді айналысады. Егер Рождество жоғалып кетсе, кейбір сауда орталықтары жабылып қалуы мүмкін. Бесіншіден, миллиондаған отбасылар Рождествоны атап өту үшін бас қосады. Егер Рождество мерекесі болмай қалса, бұл көптеген адамдарға жалғыздық сезімін тудыруы мүмкін. Соңында, Санта Клаусты бүкіл әлем бойынша миллиардтаған адамдар сағынатын еді.